Серік Әбікенұлы, шал қашқан. Бұл оқиға сонау 1956 жыл жазғытұрым болыпты. Ақмола облысының Шұрайлы өңірінде өркендеп отырған әсем ауыл бір таңда у-шу болады да қалады. Есік алдын сыпырып, майлаяқтың итаяғын салқын сумен шайып жұрнақтан тазартып, күйбеңдеп жүрген Қыдырбек «Ассалаумағалейкум аға» деген дауыстан селк ете қалған. Қақпаға жалт қарап еді, ешкім көрінбеді. «Мен ғой аға». Бұл сол кезде байқады, шегір көз сары бала екі тақтайдың саңылауынан сығалап тұр екен. Көршінің сәрсені: «Ой, әкең зәрем түшірдің ғой», деді. Бұл әкесімен құрдастығына сүйене сыбап: «Не болды таң атпай?» «Сіздердікінде атам жоқ па аға?» «Жоқ, келген жоқ. Атаңды қасқыр жейді ғой деймісің? Жүрген шығар бір жерде», деді Қыдырбек ыржиып. «Білмеймін, ауылды аралап шықтым. Мараттыңкінде де жоқ, Серіктердіңкінде де жоқ. Апам шай ішеміз деп жатыр». Сары бала қаша қасылып басын қылтитты. Қостанаудың асты екі бет сатпақ. «Әй, атаңды бір кемпір алып кеткен шығар. Өткенде ақ қыз апаң сұрап еді ғой сенен», деді Қыдырбек баланы ермекке айналдырып. Сары баланың көз алдына ақ қыз кемпір келе қалған. Ақ кимешегі өзіне жарасып, ұзынша бойлы, жүзі күлімдеп тұратын көркем апай еді. Шалы да баласы да жоқ. Баласы шешектен өлді деп үйдегілер айтып отыратын. Сол көркем апа өткенде Серіктің сүндет тойында мұның есін шығарып еді. Әттеуіне тақия төңкеріп алып, талтайтып жатқан Серікті көріп шығып келе жатыр еді. Ауыз бөлмеге жайылған дастарханның басында отырған әжесі: «Үй, ботам, қайда жүрсің? Келе ғой», деп шақырды. Барып тізесіне отыра қалып еді, екі құрт науат ұстатты. Бұл қантты күтірлетіп отырғанда ақ қыз келіккен: «Кімнің баласысың?» «Атамның». «Атаңның аты кім?» «Сейітжан». «Сен сол Сейітжанды маған берсеңші». Бала денің сау ма дегендей бажырая қарады. Ақ қыз апасы оң иығымен еңсеріле бұрылып, бұған төніп алыпты. «Беремісің?» Бұл әжесіне жалт қараған. Шалымнан айырылып қаламын ба деп қорқып отырған адамға ұқсамайды. Қайта жымиып: «Қалай балам, атаңды беремісің?» дегені. Мұның әжесінің беті әжім, ал ақ қыз кемпір сұп-сұлу, атасының кербез кемпірге ілесіп бара жатқанын елестетіп қорс етті. «Ала берсін жаман, ұрысқақ шалды қайтесің? Құлағымыз тынышталсын, я балам?» Сары бала науатпен құртты үстелге атып ұрды. Бір түйірі қарсыда отырған әйелдің кесесіне дәл тиіп, шайы төгілген обаяқ ойбайлады да қалды. Бермеймін атамды». Далаға ата жөнелген баланы сол кезде осы Қыдырбек ауладан ұстап алып еді. Екі аяғын ербеңдетіп үйге қайта кіргізді. Ақ қыз кемпір сылқ-сылқ күліп, әжесі айланып толғанып, әзер жұбатқан. Атасы үйде қалатынын түсінді, бірақ ақ қыз кемпірді жек көріп кетті. Қыдырбек қалжыңы дөп тигенін, баланың өңі бұзылғаннан байқады. Көзі бағжиып, қосақ боздың басын бір тартты. «Не де болса сол үйге кетті-ау», деді тұздықтай түйіп. «Әккі, атам онда бармайды». «Әй, қайдам, өткенде ақ қызға кетемін деп отыр еді». Бала бұның сөзін тыңдамады, бұрылып жүре берді. Мойнын соза қарап тұрған Қыдырбек оның біраз ұзаған соң шеткерідегі ақ үйге қарай бұрылғанын байқап жымиды. Тазалықты жаны сүйетін ақ қыз кемпірдің ауласына аңтымақ. Өстіп тұрғанда Қыдырбекке бір ой сап ете қалғаны: далаға шығып бара жатып, үйде әкесінің жоқ екенін байқаған. Аулада ма деп еді, көрінбеді. Жаңа егілген шыбықтарды суарып, тіптеп жүретін ол жақта да серуендеп кеткен шығар дегенде қойған. Мына баланың Сейітжан қарияны іздегеніне қарағанда үлкендер бір үйде шай ішіп отырған болды. Жаздың жылдам таң жарқырап, күн шақшиып арқан бойы озғанда да Сейітжан мен Қыдырбектің әкесі Сәми еш үйден шыға қоймады. Қайта Нүсіпхан мен елдес секілді тағы 5-6 шалдың жоқ екені белгілі болды. Ата іздеген бала ауылды басқа көтерді. «Аға, атам бар ма? Апа, атам бар ма?» «Апам жіберді, атам бар ма?» дейді. Сәлден кейін шалын іздеп кемпірлер шықты. «Өй, біздің шалды көрмедің бе? Жер жұтты ма?» «Әй, қамар, біздің кін көрдің бе?» «Жоқ, 7 шал, 3 күйлі». Қыдырбектің өзі өзен жағалады. Кейде ақсақалдар сойын жиылып әңгіме дүкен құратыны бар еді. Тал көлеңкесіндегі шөбі жапырылған алаңқай бос жатыр. Суға қарап біраз ойланып тұрды да үйге қайтты. Шешесі есік алдында көзін көлегейлеп қарап тұр екен, жанына келіп: «Қайда кетті?» деді. «Мен қайдан білейін, ол шал есеп беруші ме еді?» Қалимаш баласының сөзін жақтырмай қысқа қайырды. «Қай кезде шығып кеткенде білмейсіз бе?»
Түн ортасында есік алдында тырпыңдап жүреді, таңда оянсам төсегі бос жатыр екен. Аулаға шығып кеткен шығар деп елемедім. Шеше мен бала арасындағы әңгіме осымен тәмам болды. Содан кейін іздеуді доғарды. Біреу емес, екеу емес, 7 қарттың бірдей жоқ болғаны көңілге медет еді. Түс әулетінде басқарма жиналыс ашты. Соғыста бір қолын беріп келген Митя деген дәу басқарма: «Что за саботаж во время посева? Контра, всех посажу!» деп біраз бұрқырап алды да жиынның аяғын жайма шуақтатып жіберді. Аққызға көз қысып: «Шалқайда?» деді. Митяның арсы-күрсі мінезін білетін аққыз: ауыл шалдарының бақташысы ма деп едім. Шорт знает, өзіміздіңкі баяғыда өліп қалған», деді ернін сылп еткізіп. Ел ду күлген. Осы кезде есік алдына гүрілдеп жүк мәшинесі тоқтады. Есік ашылып, ұзын қамбар кіріп келгенде елдің бәрі ошырыла соған қарады. Мұнша көз өзіне қадалғаннан сасып қалған қамбар: «Ау, мен Целиноградтан келдім. Жиналыс болатын естіген жоқпын», деген аузы аңқиып. «Әй, қайдан келсең оннан кел, шаруамыз қанша, біздің шалды көрдің бе?» деді қамар. Аңқау қамбар басындағы кепкасын шешіп маңдайын сүртті. «Айтпа деп еді». «Немене?» Жұрт ежірейіп шыға келді. Қамбардың шекесінен шып-шып тер шыққан. Айтпасқа болмасын түсінді. «Сейіт қария ғой, менің Целиноградқа барғанымды естіп алыпты. Кеше келіп, бала мені де ала кет деді. Таңғы 5-те шығамын деп едім, 4-те шығайық, асығыс шаруам бар еді деп тұрып алды. Соған бала ұйқым қанбады». Өзі істеген азда ауыз толтырып, айтатын әдетіне салып, басқа жаққа бұрып бара жатқан қамбарды Қыдырбек түртіп салды. «Сосын не болсын?» деді қамбар. «4-те айтқан жерге келсем, ауыл сыртында бір емес 7 шал тұр». «Алдың ба?» деді Нүсіпбай сөзін бөлген. «Алмай қайтейін, сен не бұл ауылдың шалдарын білмеуші ме едің? Өгіздей болып таяқ жейтін шамам жоқ. Екеуін кабинаға, 5-еуін кузовқа тиедім де тартып отырдым. Қалаға жеткен соң түсіп, ауылдағыларға айтпай-ақ қой, бір шаруаны бітірген соң қайтамыз деп кетіп қалды». Қамбар бар білерім осы дегендей екі иығын қиқаң еткізді. Қалимаш ернін жымырған. Сәл ойланып тұрды да: «Қой, қайтайық, не тұрыс? Тірекенін білдік қой, өздері келер», деді. Сөйтіп жұрт тарқасты. Қаратөбенің басына шыққаннан кейін қариялар жүрелеп отыра кетіскен. Елде сет бетінен жата кетіп, жерді құшақтап еңіреп жіберді. Басқаларының да көз жасы сақалын қуалай ағып, өңіріне тырс-тырс тамып жатыр еді. Осы топырақтан аттатып әкетті-ау. Елдестің даусында өкініш пен қуаныш аралас: «Жеттім-ау, жеткені жеттік-ау, желкелеп кері қумаса болғаны», деді томырық мінезді Нүсіпхан түнеріп. «Әкетпейді, әкетем десе атып тастасын, тап осы жерде, бармаймын әкесінің». «Мен де таппаспаймын. Осы қарашоқының етегіне көмсе арманым жоқ. Атса атсын, соттаса соттасын. Топырағына тартайын хайуан құрлы, құнымыз жоқ па?» Сәми Сейітжанның сөзін құптаған. 7 шал төбе басының шөбін жапыра ұзақ жатты. Ләм жоқ, бірі қырынан, бірі шалқасынан жайғасып алып, дала жұпарын жұтты. «Соттай қоймас, өкіметтің қабағы жібіді ғой», деді Сейітжан мана болған әңгімені қорытқандай. Аспанға тесіле қарап қалған қожаш: «Соттамайды, қайтарып жіберулері мүмкін. Әуел бастақ теңіретпей осы күрелбенге тастап кетсе болар еді ғой», деді. «Ағаш вагонның ішінде көзіміз бозарып кете бердік, жалған-ай». «Саяси семізсіңдер ғой», Сейітжан білетініңді неге білмей қалдың дегенде ежірейе қарады. Қытайдан оралған қашқан қазақтың бәрін сол Ақмола, Қарағандыға қуып жатыр. Қайта қашып кетпесін деп шекарадан аулақ ұстаған амалдары шығар. Қайта қашып жындымын ба? Қытайдан қайбір шекеміз қызды. Елдес қызба мінезіне салды. Бұлар да қырды, олар да қырды, дағы кесінің. Енді өлсем де осы жерде өлемін. Елдесін қайта егі кемсеңдеген. Сәми ойды бөлді. «Қой, Құран оқып қозғалайық. 2 қырдан соң ауылдың үстіне түсеміз. Одан арғысын Аллаға тапсырдық». Жетеуі шөп түзеп қатар отырып, Сәми судыратып Құран оқыды. Соңында әркім өз ата-баба, шейіт болған бауыр, ағайынның есімін тізіп бет сипады. Сосын орындарынан тұрып, сол түстікке бетке алды. «Ой, бұл құрған, тез тұр!» Түс мезгілінде көш шырымын алатын әдеті бар Қыдырбекті шешесінің бебеуі оятты. «Не болды?» деген. «Басқарма тез келсін деп шақырып жатыр», деп бір бала келіп кетті. «Ана шал бір бәлеге ұрынбаса болғаны,
Құдай-ай, осы өкіметтің айтқанымен жағаласпай жөніңе жүрші деп күнде зарлаймын. Өткендегі кетісінен қорқып едім. Апа, төндірмеңізші, жай шақырған шығар, деп Қыдырбек сыртқа шыққан. Калимашта жаулығын түзегіштеп, соңынан тез басып келеді. Анасының жүзі құп-қу болып кетіпті. Адам тағдыры дегеннің өкіметтің ең қадірсіз ойыншығы екенін соңғы 25 жылда жақсы түйсінген пенделердің бойындағы үрей жуық арада сейіле қоймас. Бұлар жеткенде басқарма маңына біраз адам жиналып қалыпты. Митя бастық бір тілім қағаз шығарып оқып берді. «Не дейді?» деді Калимаш сөзді ұғыңқырамай. «Әкемді тауыпты, ауыл ақсақалдарын Талдықорған облысында ұстапты», деді Қыдырбек сыбырлап. Ұстаптыны ол сыбырлап айтқанымен елдің құлағы шыңылдап кетті. Әйелдер жағы парс-парс жылай бастаған. «Талдыкурганская область, что они там потеряли?» деді Митя сыңар қолын жайып. «Ауылға тартқан екен шалдарың?» деді Қамбар ақсиып. «Мына жер жаман ба?» деді Митя. «Құдай сақтасы, жері де жақсы, елі де жақсы. Айналайын үкімет, үйде берді, жерде берді. Маған пайдет, мен осында қаламын. Күрелбең деген есінде де жоқ. Әкем марқұмнан естігенім болмаса?» «Тәйт!» Аққыз кемпір саңқ еткенде Қамбар тұтығып қалған. «Әкең Қытайда қалғанымен ата-бабаң сол шоқырлардың түбінде жатыр емес пе? Сөйлейді екенсің, балам. Барсаң барарсың, қалсаң қаларсың. Әйтеуір қазақ жерінде өсіп өнесің ғой». «Әй, Митя!» деді сосын басқармаға бұрылып. «Шалдарға не істейді? Соттай ма?» «За что?» деді Митя. «Олар телеграмма салды, мен ответ жіберемін. Так-то, мол, так, эти старики наши деп. И все, олардың паспорты бар ғой, қайтып келе салады». «Қайтып келмесе ше?» «Біз сол жаққа көшсек ше?» Кемпірлер олардай шулады. Митя қолын көтеріп әзер сабырға келтірген. «Олай болмайды, это политический вопрос. Сендерді Қытайдан сюда переселили. Осы жерде жұмыс істеп, Советский Союзға қызмет етулерің керек. Бұл партия шешімі, бұза алмаймыз». «Онда отағасы сорлады», деді Қалимаш. «Ол енді Ақмолаңа өлсе қайтпайды». «Біздіңкі де». Орта тұста тұрған қара кемпір басын төмен салды. Переселенецтердің мекеміне қайтуға үзілді-кесілді қарсы болған қыңыр жеті шал оқпен соттан аман қалып, бір жыл ағайынның үйінде тұрды. 30-дың ойранына ел ауып, осы уақытқа дейін қашқын атанып келген қарттарды ағайын аялап, қорғаштап бақты. Ал үрей сейілгеннен кейін кемпір баланы тастай туған жерге тартып отырған қарияларды жездесініп ойнайтын қолара жуалап, «Қашқан шалдың үйі жоқ, кемпір де жоқ, күйі жоқ» деп әнге қосып үлгереді. Сол 1957 жылдың соңына қарай шалын сағынған кемпірлердің, әкені сағынған балалардың тілеуін беріп, туған топыраққа көшуге рұқсат алған ауыл да Қарашоқыға жетті. Содан бері де 60 жылдай уақыт өтсе де, шал қашқан оқиғасы ұрпақ арасында әлі айтылып жүр. Аңызға айналып барады. Соңы. Оқыған Жолтай Алтынай.